Klassdaşlarың. Aydan takırması mı olacak sadece? Medет тыныш. Ey Asqar. Mal жемейді оны. Шөпті тек сиырлар жейді. Sırlar? Иә. Gavhar. Ake. Mao bizim болашақ үйіміз, болашақ отбасымız. Sen. Атамның басы. Al mынау біздің атамыздың басы. Болды. Апай, маған да осындай кітап беріңізші. Неғып менікінен ақша шықпай жатыр? Дней войны придумал дядя. Все, жақсы, Медет, 1 минутта тезірек. Абруна, Заполя. Айттым ағай, оқи алмайды деп. Ағай, бұл менің ана тілім емес. Амантай ағай. Саламатсыздар ма оқушылар? Ағай, басыңызға не киіп алғансыз? Больницаға кірейін десем, аяғым былай болып еді, баспен кіргенсің ба? Шатаспасам, қазақ хандығы 1200. Шатасып тұрса ағай. Онда шатаспасам 1300. Шатасып тұрса ағай. Онда шатассам 1400. Дұрыс ағай, шатасып тұрса ағай. Е? 5. Мектепте қаншаншы атаман болдыңыз? Ой, мектепте. Деп таяқ жей бер, больницада өстім ғой кішкентай кезімде. Ой, больницада нешінші атаман болдыңыз? Больницада енді больницаны да көрмей өспін ғой. Ағай, мектепке әйеліңізді әкеп алғансыз ба? Қызық емес өтпейтін прикол айтпай ақ қойыңдаршы. Әйеліңді әкеп аласың ба? Жаңа оқушыларым айтып жатыр да, мына жылан саған аумайды дейді. Ағай, біреудің қайталамасың? Біздің мектептің астында бұрын мола болған привидение бар. Ағай, қыздарды қорқытпасаңшы ағай. Ағаш қимылдап отыр ағай. Қазақтың ырымдары. Ей, спортшының басын жоғары көтеруге болмайды. Неге? Жаман болады. Жағың таянбай отыр. Неге? Жаман болады. Саба! Ей, сықырма, жаман болады. Бала, шай ішесің ба? Таңдайыңды қақпа, жаман болады. Қасқыр ау дейді. Олыма, ей! Есікті керме. Табалдықта тұрма. Кеш ортасында ұйықтама. Қолың төбеге қойма. Бумағы берш. Ей, туалетте сөйлеуге болмай. Не істеменді? Ей, зеңді құшақтама. Ей, ішпе суды. Неге? Просто салқын. Бетіңді баспа. Үфлеме. Үфлеме. Мен қызбен сөйлескенде. Жоқ деймін. Енді. Че там жеге, не істеп жатсыңдар? Натуре келетін болсақ, бәріміз қыздарға слабый боламыз. Кететін ұрылар. Тек құнды адам таптырмайтын заттарды алып кетеміз. Айфонның оригинал зарядчиктен алып кетейік та. Брат, ана жақта әсел пештірден ұрлап кетейік. Қуасың ба? Әрбір қазақстандықтың үйінде бар ма? Кімге сатасың оны? Жүр олай. Мұнда акция мен құнды қағаздар болуы мүмкін, қарап көрші. Брат, мына жерде бар ғой. Бакалаврдың дипломы мен магистратураның қызыл дипломы тұр екен. Мал, құнсыз демедің. Құнды құжаттар. Қой орын. Наңғара гольфтың таяғын тауып алдым. Наңғара гольф ойнайтын жігіт тауып алдым. Кешіріңіз. Ей, жан. Ертең жұмысқа бару керек. Ұйықтасын кез, бала ұйықтасын барам.
Бол енді. Түн жарым болсай. Ана сүмелек қайттан кел. Мен мынандай машина мініп, мынандай жағдайға жету үшін не істеді екен, барып сұрайыншы мен. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Аға, сіз осындай машина сатып алып, осындай дәрежеге осындай күшті болып қалай жеттіңіз аға? Барлығы анашымның арқасы. Қалай сонда? Кішкентай кезімде дүкенге анашым жұмсаған кезде әрбір наннан қалған сдачаны жинап, осындай жетістікке жеттім. Жақсы болды. Нанға деп сонда қанша миллион берген же? Мама?